7 сынып алгебра пәнінен 4-90 тжб. Екінші нұсқа. Бірінші есеп айнымалының қандай мәнде алгебралық бөлшектің мағынасы бар дейді. Енді біз бөлшектің бөлімін 0-ге тең емес деп қарастырамыз. Өйткені 0-ге тең болса, есеп дұрыс шықпайды. Өйткені біз кез келген санды 0-ге бөле алмаймыз. Сол үшін 0-ге тең болмау керек. Енді мына x квадрат минус 9 деген сөз қысқаша көйту формуласымен ашамыз. Ашқан кезде тең емес 0-ге деп қарастырамыз. Бірінші жағдай минус таңбасымен, екінші жағдай қосу таңбасымен. Сонда x тең емес 3-ке, x тең емес минус 3-ке дейді. Сонда минус шексіздіктен минус 3-ке дейінгі сандарды, кейін минус 3 пен 3-тің арасындағы сандарды, кейін 3 пен плюс шексіздікке дейінгі сандарды қабылдайды екен. Есептің шарты бойынша. Екінші есеп бізде бөлшекті қысқартыңыз дейді. 15x квадрат бөлімінде 20x куб берілген. Енді мына жерде жеке-жеке аштым. 15-ті 3 көбейтілген 5 деп, 20-ны 4 көбейтілген 5 деп. X-тің 2 дәрежесі деген сөзіміз x 2 рет жазылады. X-тің 3 дәрежесі деген сөзіміз x 3 рет жазылады. Сонда 5 пен 5, мына жердегі 2x пен 2x кетеді де, сонда бізде 4-тен 3 және 1x қалды. Сонда бізде алымында 3, бөлімде 4x қалады. Есептің жауабы осылай болады. Үшінші есепте бөлшекті қысқартыңыздар деді. Бөлшекті ықшамдап а тең 2, в тең 1 болғандағы мәндерін табыңыз дейді. Бұл жерде бөлшек берілген. Енді бұл бөлшек бойынша бізде қысқаша көбейту формуласын беріп тұр. Ол деген сөзіміз а минус в-ның квадраты деген формула. Сол формула бойынша біз а азайтылған 7в-ның квадраты деп жазылады. Енді алыммен бөлімінде, алымында 2 дәреже, бөлімінде 1 дәрежесі бар. Сонда мына жердегі бөлімде тұрғанмен квадраты қысқарып кетеді. Бізде а азайтылған 7в. Енді біз а тең 2 және в тең 1 болғандағы мәндерін анықтауымыз керек. Сонда а азайтылған 7в тең 2 азайтылған 7 көбейтілген 1, ол бізде минус 5-ті береді. Сонда жауабы бізде минус 5-ке тең болады деген сөз. Төртінші есепте бізде бөлшектерді қосу мен азайтуды орындаңыз дейді. Біріншісі бізде қосу берілген. Бөлшектің бөлімінде 5в мен в тұр. Енді екеуіне ортақ бөлім бізде 5в. Бірінші бөлшекті 1-ге көбейтеміз, екінші бөлшекті 5-ге көбейтеміз. Сонда 2 қосылған 5 бізде 7-ні береді. Бөлшектің бөлімінде 5в жазылады. Енді екінші азайтуды орындауымыз керек. Азайтуды орындаған кезде қараңыздар. Мына жерде сан бірінші, y екінші тұр. Мына жерде y бірінші, сан екінші тұр. Енді мен орындарын ауыстырып алым керек. Өйткені екі бөлшек бірдей болу үшін. Сонда мына жерде бірінші санды жаздым, екінші y-ті жаздым. Бірақ минус таңбасын алдына шығардым. Мына жердегі минус қосу таңбасына айналды. Сонда айналған кезде мына 2 минус y-ті бөлген кезде мына жерде 2 қосылған y қалып кетеді. Соған көбейтеміз. Ал мынаны 1-ге көбейтеміз. Сонда бізде шығады мына екеуін көбейткенде 6. Сонда қосылған 3y, кейін y-іміз бар. Сонда 6 қосылған 4y-ті береді. Бөлшектің бөліміне 4 азайтылған y квадрат қалады. Төртінші есебіміздің жауаптары осылай. Бесінші есепте алгебралық бөлшектерді көбейтіп бөліңіз деп тұр. Енді қараңыздар, мына жерде көбейту берілген кезде бірден қысқарта беруге болады. 24 пен 18 екеуі де 6-ға қысқарады. 24 пен 6-ға бөлсек 4, 18-ді 6-ға бөлсек 3 шығады. Ал мына жердегі а-ның 1 дәрежесі бар, мына жерде а-ның 3 дәрежесі бар. Сонда қысқартқан кезде а-ның 2 дәрежесі қалады. С-ның 3 дәрежесі бар, с-ның 1 дәрежесі бар. Сонда біреуін азайтқан кезде с-ның 2 дәрежесі қалады. Мына жерде с-ның 5 дәрежесінен, в-ның 5 дәрежесінен в-ның 4 дәрежесі қысқарған кезде мына жерде 1 в қалады. Сонда 5 пен в-ның 4 дәрежесі қысқарып кетеді. Сонда бізде алымында 4, с-ның 2 квадраты бөлімінде 3 а-ның квадраты көбейтілген в қалады. Екіншісінде бізде қараңыздар, бөлу түрінде берілген. Бөлуді бірден қысқарта алмаймыз. Бөлуді бірінші біз көбейтуге айналдырып барып қысқартамыз. Енді бірінші бөлшектің алымын сол қалпында жаздым. Екінші бөлшектен x-ті жақшаның сыртына шығардым. Бірінші бөлшектің бөлімінен x-ті жақшаның сыртына шығардым. Екінші бөлшек бойынша орнын ауыстырамын көбейтуге айналдырғаным үшін. Мына жерден 5-ті шығарамын, мына жерден y-ті жақшаның сыртына шығарамын. Сонда менде қысқаратындарды қысқартып жүремін. Мына жерде x минус y екеуі қысқарады, ал мына жерде x қосылған y пен квадраты қысқарып кетеді. Сонда бізде y көбейтілген x қосылған y бөлшектің бөлімінде 5x қалды. Жақшаны ашып орындасақ, міне мына мәнге ие болады.
Алтыншы есепте өрнекті ықшамдаңыз деп берілген. Мен мына жерде тәсіл арқылы шығардым. Бірінші көбейтуді орындаймын, екінші азайтамын жақшаның ішін, кейін барып жақшаның сыртындағы санға бөлем, кейін барып азайтамын. Сонда жалпы 4 тәсілмен шығатын есеп, 4 амалдар орындаумен. Бірінші көбейтуді орындаған кезде, мына бөлшектің бірінші бөлшектің алымын сол қалпында жазамын, бөлшектің бөлімін қысқаша көбейту формуласы бойынша ашып алдым. Ал мына жердегі екінші бөлшектің алымынан аны жақшаның сыртына шығардым, ал бөлімін а куб қосылған б куб формуласы бойынша аштым. Енді қысқаратындарын қысқартып жібердім, сонда бізде мына мән шықты. Енді осы шыққан мәннен мынаны азайтып жіберуім керек. Осыны азайтуды жаздым. Мен бірден жаздым, мына жердегі аны жақшаның сыртына шығарып барып, мынау қайдан шықты деп жүрмеңіздер. Мына жерде аны жақшаның сыртына шығардым да бірден, сол үшін жаздым. Кейін ортақ бөлім бердім, амалдарды орындап, біріктіретін сандарды біріктіріп, сонда мына мән шықты. Мына мән бізде қалды. Келесі бізде Үшінші амал бізде бөлу. Енді бірден бөле алмаймыз, көбейтуге айналдырып барып бөлеміз. Көбейтуге айналдырып, мына жерден аны жақшаның сыртына шығардық, сонда қысқаратын сандарды бір-бірімен қысқартып жібердік. 3 пен 3 қысқарды, а мен а қысқарды, а қосылған 3-тер бір-бірімен қысқарды. Сонда бізде мына өрнектің мәні шықты. Үшінші есеп бойынша. Енді төртіншісінде бізде азайтуымыз керек. Мына шыққан мәннен мына берілген мәнді азайтамыз. Сонда бізде қараңыздар, мына жерде 2 азайтылған 6а бар. Бұл жерде жақшаның сыртына мен минус 2-ні шығардым. Минус 2-ні шығарған кезде мына жер қосуға айналды. Мына минусым қосуға айналды. Сонда мына жерде 2 жазылды. Кейін ортақ бөлім бердім. Ортақ бөлім бергенде мына бірінші бөлшекті мен 2-ге көбейтем, екінші бөлшек 1-ге көбейтіледі, яғни сол қалпында жазылады. Бірігетін сандарды біріктірдім. Сонда бізде қысқаратындар қысқарып кетті. Сонда 2-ден 1 шықты. Жауабы бізде 2-ден 1-ге тең. Асықпай мән беріп өздеріңіз қарасаңыздар да түсініп аласыздар шығарылу жолына.